Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте тойымды әрі өте дәмді және де оңай жасалынатын хичиниден рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен картошкамыз батып тұратындай су құямыз және де бір шай қасық тұз салып қайнатып пісіріп аламыз. Пісіп шыққан картоптарымызды судан сүзіп алып, дәміне қарай тұз бен қарабұршымызды саламыз және де сары майымызды салып жақсылап біркелкі етіп езіп араластырып аламыз. Содан кейін үстінен теркадан өткізілген сырымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де соңынан ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр пайда болады. Осы қамырымызды 140 граммнан теңдей 8 бөлікке бөліп аламыз. Және де азғантай ұн сеуіп, қамырымыздың барлық бөлігін видеода көрсетілгендей қолымызбен жұқа етіп жайып шығамыз. Табамызды алдын ала қыздырып аламыз. Қызған табамызға хичиниді салып, екі жағын қызарта отырып пісіріп аламыз. Ең бірінші пісіп шыққан хичиниіміздің екі жағына сары майды жақсылап жағып, ыдысымызға орналастырамыз. Содан кейінгі пісіп шыққан хичиниларымызды үстіне орналастырып, сары майды тек беткі бөлігіне жақсылап жағып отырамыз. Хичиниіміздің дәмі сары маймен одан әрі өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.